Бәріңізге сәлем. Бүгінгі 74-ші сабағымызды passive voice, simple past, яғни өткен шақтағы ырықсыз етіс тақырыбымен жалғастырамыз. Сонымен әдеттегідей формулаға мән берейік. Бірінші орында зат есім тұрады. Одан кейін to be етістігінің өткен шақтағы формаларын аламыз. Яғни ол жекеше түр үшін was, ал көпше түр үшін were деп айтпаймыз, Бұл туралы мен сіздерге past indefinite tense немесе simple past туралы түсіндіргенде айтқан болатынмын. Ары қарай етістік тұрады негізгі өткен сабақта айтқандай. Дұрыс емес етістік болса үшінші формасын аламыз, дұрыс етістік болса оған иди жалғауын жалғаймыз. Сонымен қарапайым өткен шақтағы active voice пен өткен шақтағы passive voice-тағы сөйлемдерді қазір салыстырамыз. Мысалы, I wrote this letter 3 days ago. Мен мына хатты 3 күн бұрын жаздым. Бұл сөйлемде хатты жазған адам анық айтылып көрініп тұр, мен. Енді осы сөйлемді ырықсыз етіске аударамыз. Қандай болады? Бұл сөйлем сонда былай болады. The letter was written 3 days ago. 3 күн бұрын хат жазылды. Хат 3 күн бұрын жазылды. Яғни хат не? Ол, үшінші жақ, it деген категорияға жатады, жансыз нәрсе, it. Жекеше түр, сондықтан да to be формасының was деген жекеше түрмен қолданылатын түрін алдық. Write деген дұрыс емес етістік, оның write, wrote, written деген 3 түрі бар. Соның 3-ші түрін алдық, written, арғарай сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері кетті. Қашан? Пысықтауыш, мезгіл пысықтауышы. 3 days ago. Келесі. Мұхтар Әуезов wrote Абай жолы. Мұхтар Әуезов Абай жолын жазған, немесе жазды. Енді оны ырықсыз етіске айландырамыз. Абай жолы was written by Мұхтар Әуезов. Өздеріңіз аңғарғандай, ырықсыз етісте қандайда бір іс-әрекет біреу арқылы орындалды деп аударылады сөзбе сөз, бірақ біз қазақ тілінің нормасына сай бұлай аудармаймыз. By деген предлог көбінесе қолданылады. Кім арқылы жасалды? Біреу арқылы дегендегі, сол арқылы дегенде білдіретін by, бірақ біз қазақ тіліне оны аудармаймыз, кей кезде ол аударылмайды. Мысалы, Абай жолы was written by Мұхтар Әуезов. Абай жолын жазған Мұхтар Әуезов. Сонымен ары қарай кеттік. Бердібек Соқпақбаев wrote many fascinating stories about his deprived childhood. Бердібек Соқпақбаев өзінің бақытсыз балалық шағы туралы көптеген қызықты әңгімелер жазды. Бұл active voice. Өйткені бізде іс-әрекетті орындаған адам көрсетіліп тұр. Бердібек Соқпақбаев, Енді бұны ырықсыз етіске аударамыз. Жаңағы біреу арқылы жасалды деген конструкцияға саламыз. Сонда қалай болады? Many stories were written about his deprived childhood. Оның бақытсыз балалық шағы туралы көптеген әңгімелер жазылды. Кім жазғаны белгісіз, Немесе Many fascinating stories were written by Бердібек Соқпақбаев деп те айтуға болады. Сонымен ары қарай кеттік. You were invited to the concert. Why didn't you come over? Сен концертке шақырылған едің. Неге келмедің? Сен шақырылған едің. Сені шақырған еді. Кім шақырғаны белгісіз? Айтылмай тұр, ырықсыз етіс. You, сен, you мен бірге to be-дің өткен шақтағы формасы тұрады. Одан кейін invite, дұрыс етістік. Оған ed жалғауын қостық, сонда invited болды. Why didn't you come over? Сен неге келмедің? Was I invited? Ырықсыз етіс, мені шақырып беді, мен шақырылып па едім деген сөзде I мен бірге was'ды қолданамыз, сіздер білесіздер, сұрақ болғанда was жаңағы I-дің алдына шығып кетеді. Was I invited? Мен шақырылып бедім. Oh, sorry, I didn't know that. Ой, кешір, мен оны білген жоқпын. Ары қарай кеттік. They violated the law.
They violated the law. Олар заңды бұзды. Заңды бұзған адамдар бірінші орында көрініп тұр. Олар. Енді осыны ырықсыз еске айландырамыз. The law was violated. Заң бұзылды. Кім бұзды? Біз бұл жерде айтпай тұрмыз. Өйткені бұл ырықсыз естік. Енді болымсыз сөйлем, яғни жоққа шығару қалай жасалады? Әдеттегідей not деген көмекші етістіктің араласуы арқылы. Мысалы үшін, many stories were not written in the past, and we don't know about them today. Many stories were not written in the past, and we don't know about them today. Өткен шақта, өткен өмірде көптеген әңгімелер жазылған жоқ, сондықтан да біз олар туралы бүгін білмейміз деген сөйлем. Stories, әңгімелер, көпше түр, сондықтан да дегенді аламыз. Ал жаңағы жоққа шығаратын көмекші сөзді not, соны мен written деген глаголдың етістіктің екеуінің ортасына қоямыз. Тұрған орны сондай болады not'тың, еске сақтаймыз. I was not invited to the party. That is why I didn't come over. Мен тойға шақырылған жоқпын, сондықтан да келмедім. I was not invited. Сұрақ. Жаңа айтып кеттім, сұрақ қойғанда өні алдыға шығарамыз, немесе өні арнайы сұраулы сөздерден кейін қоямыз. Мысалы үшін. Were the documents prepared yesterday? Were the documents prepared yesterday? Құжаттар кеше дайындалды ма? Yes, sure. They were prepared last week. Әрине, yes, sure. Әрине деген сөз. They were prepared last week. Олар тіпті өткен аптада дайын болған еді. Дайын еді. Так, арғара кеттік. Oh, super, you made my day. Тамаша, сіз менің көңіл күйімді көтеріп тастадыңыз. Көңіл күйімді көтердіңіз, мені қуанттыңыз деген сөз. You made my day. Бұл тұрақты сөз тіркесі. Арғара кеттік. When was she given this paper? When was she given this paper? Yesterday. Оған бұл қағаз қашан берілді? Кім бергені? Белгісіз. Қашан берілді бұл қағаз? Yesterday. Арғара кеттік. Who gave this paper to her? Who gave her this paper? Істіп қоюға болады. Сұрақта бұл ырықсыз етіс емес. Бұл қағазды оған кім берді деген сұрақта ағылшын тілінде екі жолмен қоюға болады. Who gave this paper to her? Немесе who gave her this paper? Our colleague. Біздің әріптесіміз берді. Colleague емес, әріптес деген сөз colleague. Ударение, яғни екпін оға түсуде colleague. When was this house built? Мына үй қашан тұрғызылған? Қашан салынған? When, қашан деген арнайы сұраулы сөз. Одан кейін міндетті түрде was деп to be'дің өткен шақтағы түрін алдық. Неге was? Өйткені бізде үй туралы сөз болып жатыр. Бір ғана үй. Сондықтан да was дейміз. Built дұрыс емес етістік. Build, built, built деген үш түрі бар. Соның үшінші түрін қойдық. Бұл сұрақ болғандықтан басында when мен басталады. When мен кейін міндетті түрде was немесе көмекші сөзінің етістігін қоямыз. Бұл үй қашан тұрғызылған? 5 years ago. 5 жыл бұрын. It is new and modern. Яғни қазір бұл жаңа және заманауи талапқа сай үй деген сөз. Сонымен, менімше ырықсыз етістің өткен шақтағы түрімен ешқандай қиындық жоқ. Сіз past indefinite, past simple шағын өте жақсы білсеңіз, меңгерсеңіз, оп-оңай сөйлемдерді өзгерте аласыз. Ырықсыз етіске өткен шақтағы. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Менің бір оқырмандарым маған жаттығу жазайықшы дейді. Бұл сіздерге факультатив сабақ ретінде, менің сабақтарым көмек ретінде ғана жүреді. Сондықтан да мен сіздерге айтамын, осы тақырыпқа байланысты сөйлем құрап жазыңыздар. Мен қолым босағанда тексеріп сіздерге айтамын деймін, бірақ та соншама қатты сөйлем құрап жазғысы кеп, жаттығу орындағысы кеп тұрған адамдарды мен көрмедім. Дегенмен де бәрі өздеріңіз үшін білімдеріңізді толықтырыңыздар. Сабағым ұнап жатса пікір қалдырып, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.